Қазақстан даму банкі. Біз еліміздің шикізаттық емес секторындағы жобаларға инвестиция саламыз. Бұл Қазақстанның аумағындағы инфрақұрылымдық және өнеркәсіптік ауқымды жобалар. Біздің қызметтер: инвестициялық жобаларды қаржыландыру, азық-түлік өнімдері мен сусындарды өндіру саласындағы жобаларды қаржыландыру. Экспорт алдындағы операцияларды несиелеу. Несиенің мерзімі экспорттық операцияның шарттарына байланысты белгіленеді. Үшінші тарап үшін банктік кепілдемелер, кепілгерлік және басқа да міндеттемелерді ұсыну. Инвестициялық жобаларды жобалық және бірлестірілген қаржыландыру. Ағымдағы іс қызметті қаржыландыру. Лизинг мәмілелерін қаржыландыру. Өңдеу өнеркәсібіндегі әрі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру және екінші деңгейлі банктердің қатысуымен банкаралық несиелеу арқылы автонесиелеу. Жоба аясындағы капиталдың үлесін сатып алу арқылы кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру. Төмен сыйақы жарнасы. Несиелеудің ұзақ мерзімі. Жобаларды басынан бастап қаржыландыру. Жобаларды жедел әрі сапалы сараптау. Барлық құжаттар тапсырылған жағдайда несие өтініштерін қарастыру мерзімі 77 жұмыс күні. Қазақстанның даму банкінің жобалары ілеспе шағын және орта бизнес кәсіпорындарын құруға, экспортты дамытуға, бюджетке салықтық төлемдердің артуына және жаңа жұмыс орындарының пайда болуына ықпал ету арқылы мультипликативті әсер береді. Қазақстанның даму банкі. Біз ел мен қоғам игілігі үшін жұмыс істейміз.